Ақжайық ауданында бау-бақша өсіруге басым бағыт берілді. Кейінгі 3 жылдан бері еңбекқор жандарға арнайы жер телімдері бөліне бастады. Мемлекеттік қолдауды ұтымды пайдаланған бағбандар кәсібінің нәсібін көруде. Аудандағы әріптестеріміз алма бағын өсіруді қолға алған шаруаның жұмысымен танысып қайтты. Бұл Алмалы ауылының маңындағы агроқұрылым. Қожалық жетекшісі Нұртай Сақыпов 3 жыл бұрын бау-бақша өсіруге кіріскен. Алқапқа алма, өрік, грек жаңғағы көшеттерін еккен. Шаруа тамшылатып суару техникасын қолданады. Бүгінде жасыл желекке оранған бақша көздің жауын алады. Жеміс көшеттері өнім бере бастаған. Бірінші бастап еккенде 2,5 үстінде тал ектік. Осына бірінші бақша болып саналады. Сосын ана бетке ол жерге 1,5 ектік. 4,000 бірінші жылы 2017 жылы 4,000-ға жуық тал егілді. Енді екінші жылы содан кейін тағы да 4,000 ектік. Қазіргі таңда шамамен 9,000 түп бар. Бау-бақша өсіру еңбекқорлық пен ептілікті талап етеді. Нұртай Сақыпов бұл істе мол тәжірибе жинақтап үлгерген. Маңдай терінің арқасында көл өсір пайда тауып отыр. Әрі 5 адамды жұмыспен қамтыған. Ауданда бау-бақша өсіруге бет бұрған жандарға қолдауы бар. Іскер жандарға жер телімдері беріледі. Сақипов Нұртайға 7 гектар жер бөлініп, алма бағы отырғызылды. Сонымен қатар Чапаев ауылдық округінен Нұғманов, жеке кәсіпкер Нұғмановқа 3 гектар жер бөлініп, алма бағы отырғызылу қолға алынуда. Сол сияқты бұрыннан да істеп келе жатқан кәсіпкерлеріміз бар. Олар мысалға Атамұра шаруа қожалығы 4 гектар жерге алма бағын отырғызып, соның жемісін көруде. Алғабас ауылдық округінен Сәбит шаруа қожалығы 1 гектар жерге. Ауыл шаруашылығы экономика драйвері, сондықтан кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолайлы мүмкіндіктер жасалады. Бастысы кәсіппен айналысуға ынта болса жеткілікті дейді сала мамандары. Еркебұлан Самадияров, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.